Біздің қазақтар ғана сағат 4:30-да жей береміз, бауырсақпен шай ішеміз, қаймақпен тұрып аламыз. 7:30-да ет жеп жатырмыз. Мына симпатичный жігіт менің қайным. Өзі жалғыз қайным бар, қалған бәрі үлкендер. Екібастұздан келді. Үлкен бір жұмысымен келіп жатыр. Ой, бұл симпатичный жігіт күшті. Әйелдің бүкіл жағдайын жасап тастаған. Күшті жігіттер. Мен қайныларым бәрі супер ғой. Сонымен жеңгесі ұйықтамады ғой түнімен. Түнімен ұйықтамайды, таң атпай жешіп пісіріп, ет асып, шелпек істеп. Бір қарасаң қамыр жайып жатыр. Жайма жайып жатыр. Иә, сол. Қойшы жеңге, істемей ақ қойшы, каша бере салшы дейді. Жоқ, мен бір қайным келген кезде шелпекті де жасаймын, жаямын, дешті де асамын деп. Сөйтіп жатырмыз. Түнімен ұйықтамады. Жайлы ба, бұндай жеңге ешкімде жоқ, Иә. Жалғыз Маратта бар. Солай. Бетіне сандықтар жасап, пияздар. Күшті көрінеді.